Мен бастай берейін онда, иә, ешкім бастамаса. Сіз бастай берсеңіз, менікі тағы да ашпай жатыр. Иә. Так, менің әдістемелік құралымның тақырыбы көркем еңбек пәнін оқытуда ұлттық бұйымдардың элементтерін қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. 5-ші сынып. Мен өзім номер 12-ші орта мектепте көркем еңбек пәні мұғалімі Жұмашев Нұржан Бауыржанұлы. Жалпы менің әдістемелік құралым негізгі 4 тараудан тұрады, яғни теориялық негіздер, практикалық бөлім, мониторинг және бағалау, психологиялық, педагогикалық аспектілер. Жалпы бұл әдістемелік құралдың білім беретін мекемелерде 5-ші сыныбына арналған көркем еңбек пәнін оқытудағы оқу әдістемелік материал болып табылады. Әдістемелік құралда ұлттық қолөнер мен тұрмыстық бұйымдардың элементтерін пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін таратудың жолдары ұсынылған. Яғни мұнда сабақ үлгілері қолданбалы өнер бойынша жобалық жұмыстар, ұлттық бұйымдармен жұмыс жасау әдістері және оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің критериялары қамтылған. Бұл әдістемелік материалдардың мазмұны мұғалімдерге сабақтарды ұлттық мәдени мұралармен ұштастырып ұйымдастыруға, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамытуға, эстетикалық талғам мен ұлттық сана сезімді қалыптастыруға, көркем еңбек сабақтарында тиімді енгізуге мүмкіндік береді. Тақырыптың өзектілігі көркем еңбек пәнін ұлттық элементтермен ұштастыру бүгінгі күн талабына сай тәрбиелік және практикалық маңызы жоғары бағыттардың бірі болып табылады. Көркем еңбек пәнін оқыту барысында ұлттық бұйымдардың элементтерін тиімді пайдалану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамын және ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігін дамыту бұл әдістемелік құралдың негізгі мақсаты. Міндеттері: көркем еңбек сабағының тәрбиелік және көркемдік әлеуетін арттыру, оқушылардың шығармашылық ойлау, бейнелеу, қол еңбек дағдыларын жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби шеберлігін жетілдіруге және инновациялық жұмыс әдістерін қолдануды көрсету. Күтілетін нәтиже: оқушылар ұлттық мәдени мұра мен дәстүрлі өнердің ерекшеліктерін танып біледі, өз қолымен ұлттық бұйымдар жасау арқылы шығармашылық қабілеттерін дамытады, еңбек дағдылары, жауапкершілік және ұқыптылық қасиеттер қалыптастырады, көркемдік талғам мен эстетикалық көзқарас артады. Мұғалімдер сабақ мазмұнын ұлттық құндылықтармен байланыстырып, оқыту процесін шығармашылық тұрғыда ұйымдастырады. Негізгі әдістемелік құралдың бірінші тарауы теориялық негіздер, яғни ұлттық бұйымдар қатарына тұрмысқа қажетті және сәндік мақсатта жасалған заттар жатады. Ер-тоқым, торсық, қамшы, сандық, уық, шаңырақ, асадал, тоғызқұмалақ және тағы басқа. Бұл бұйымдардың әрқайсысы өзіне тән мағынаға, пішінге, өрнекке және қолдану дәстүріне ие. Екінші тарауда менде сабақтарды ұйымдастыру әдістері көрсетілген, яғни ол жердегі тақырыптар ер-тоқым, батырлықтың нышаны, торсық, қамшы, сандық, киіз туралы айтылған. Енді осы жерде қолданылған материалдар және оларды қолдану саласы: тері, ағаш, саз және табиғи тастар, қайта өңделген және жасанды материалдар. Қажетті құралдар мен жабдықтар, яғни құрал түрлері: қайшы, пышақ, яғни оны күнделікті жаңағы біздің сабақта қолданып жүрген материалдар болып тұрады. Шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастырудың негізгі түрлері: жеке, жұптық, топтық және жобалық жұмыстар. Үшінші тарау бізде практикалық бөлім. Бұл жерде мен бір сабақтың қымыжысын алып көрсеттім. Яғни 5-ші класста бізде жаңағы бұйым өру деген тақырып бар. Сол жердегі мақсат түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан қарапайым бұйым дайындау, шығармашылық жұмыстар мен бұйым дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдени элементтерін пайдалану. Осы жерде мен сабақтың мақсатын былай деп алдым: түрлі конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардан шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау үдерісінде қазақтың ұлттық мәдени элементтерін пайдалану.
Сабақтың барысы бізде жаңағы бес кезеңге бөлдім: дайындық кезеңі, жобалау, орындау, безендіру кезеңі, қорғау және талдау кезеңдері. Яғни жаңағы мұғалімнің іс-әрекеті, оқушының іс-әрекеті толықтай көрсетілген. Иә, жаңағы бұл жерде берілетін негізгі тапсырмалар: қамшының суретін сал және оның бөліктерін ата, қағаздан қамшының сабы мен өрімін макет түрінде жасап, бояу арқылы өрімдегі ырғақ пен түстер үйлесімін сақта, қамшы ердің серігі тақырыбында үш сөйлемдік мини эссе жаз. Яғни топтық көрмеге қатысып өз жұмыстарын таныстыратын болады. Мұғалімге әдістемелік нұсқаулық: сабақ алдында қамшының қазақ тұрмысындағы орны атты шағын бейнеролик немесе суреттер топтамасын көрсету ұсынылады. Практикалық жұмыста оқушыларға жіп пен өрім техникасын қарапайым түрде көрсету тиімді. Сабақ соңында дәстүр және өнер атты шағын көрме ұйымдастырып, әр оқушының жұмысы мен эссесін таныстыру ұсынылады. Бағалау кезінде тек техникалық дәлдік емес, шығармашылық көзқарас пен эстетикалық үйлесім де ескеріледі. Жалпы күтілетін нәтиже енді осы сабақ бойынша оқушылар қамшының құрылымын, мәдени және символдық мәнін түсінеді, геометриялық өрнектер мен ырғақ заңдылығын сақтап бейнелеуді үйренеді, қол еңбегінде дәлдік, үйлесім және эстетикалық талғам қалыптасады, ұлттық дәстүрге деген құрмет сезімдері артады. Енді бағалау түрлері: формативті, суммативті, яғни сабақ үстінде ауызша пікір, қолпаштау, қателерді түзету, және соңғы тарау психологиялық педагогикалық аспектілер, яғни ұлттық өнер арқылы тұлғаның рухани дамудың негізгі бағыттары бізде ұлттық құндылықтарды тану, мәдени сәйкестік пен мақтаныш сезімі, рухани адамгершілік тәрбие, шығармашылық еркіндік. Қорытындылай келе, ұлттық мәдениетті көркем еңбек пәнімен кіріктіру жас ұрпақтың шығармашылық қабілетін дамытудың, рухани дүниесін байытудың және ұлттық болмысты сақтаудың ең тиімді педагогикалық жолы болып табылады. Бұл бағытта жұмыс жүргізу оқушылардың өнерге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың бойында патриотизм, еңбекқорлық, эстетикалық талғам және мәдени бірегейлік сияқты қасиеттерді қалыптастырады екен. Назарларыңызға рахмет. Мен өзімдікін қорғап болдым. Келесі тезірек жалғастыра берсеңіздер. Апайлар, жалғай беріңіздер. Демонстрацияны қосып бересіз бе? Менікі жетіп ашылмай тұр тағы да. Қосылып тұр ғой сіздерде. Тоқтай тұрыңыз. Сіз өшіріп тастадыңыз ғой деймін. Мен кірмей тұр менікі. Қатысушылардың барлығын өшіріп тастапты. Демонстрация экраны. Қазір. Қосып көріңізші енді. Қосылды ма? Шықты ғой экран. Тездетсек, уақыт бізде шектеулі болып тұр. Мен шығып тұр ма?
Мен бастай берейін ғой онда. Қазір кімнің экраны шығып тұр мынау? Мына 39-шы гимназия менікі шығып тұр ма? Алмасхан Нұргүл. Бірінші бетіне қойыңызшы. Қойдым. Жоқ, сіздікі емес онда. Бақытгүл сіздікі ғой деймін. Бақытгүлдікі шығып. Дауысыңыз шықпай тұр сіздің. Бақытгүл өшіп тұр. Микрофон. Микрофонды қосыңыз. Жоқ, мен бастаймын. Тұр ғой менде. Иә, енді қосылды. Өшіп қалды. Қосылды. Жаман тиіспейсің. Жолда. Енді істеді, иә? Қазір. Мен мыжырларын беріп қойдым да. Қазір бір минут. Қайсы басқаны тексеріп. Болды, кеттім. Тезірек тастасаңыз. Қазір. Істемей жатыр бізде. Тағы да. Істеп тұр ғой, істеп. Жоқ, мына экран не істемей жатыр апай. Басына бармай жатыр. Қараңызшы. Тағы да. Мына кісі өшірсінші 39-шы мектеп. Кешіріңізші, 39-шы мектеп. Сіз өшірмесеңіз, менікі доступ бермей жатыр. Ал демонстрация экраны деген өшірсінші. Ал жақсы жатыр, қамалай. Мен экраным істемей жатыр. Өшті ма? Өшпеді, иә? Өшті ма? Жоқ, сіз қосылып тұрсыз, апай. 39-шы мектеп сіз қорғай беріңізші онда. Ол қаққан сұрақ тексеретін қай командаларда әскери кеткен кезде егер болған жоқ. Еркек кім? Әскери дапайын десем, Қорғай берейін ба? Менің дауысым шығып тұр ма? Иә, сіздің дауысыңыз шығып тұр. Өшіп қалды. Қайсыны сөйлейтін болды? Қайсыны сөйлей берейін? Тез етсеңіздер, уақыт шектеулі. Дауысыңыз шығып тұрған жоқ. Даусым шығып тұрған жоқ па? Жоқ, сіздікі шығып тұр. Ана қорғап жатқан шықпай тұр. Қайтадан қосылды ғой жаңағы. Ол микрофон өшіріп қойып отыр ғой. Мынау сіздікі ма? Тоқыма дайын дизайндағы этникалық тренд деген кімдікі? Емес, ол анау кім? Менікі. Енді қосылды дауысым. Аха, енді бастаңыз. Енді дауысым шықты, иә? Иә, бастай беріңіз сіз. Экран көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Тоқыма дизайндағы этникалық тренд. Бағдарламаның мақсаты шығармашылық қабілет. Мен даусым шығып тұр ғой, иә? Шығып тұр. Кешіріңіздер тағы да. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, эстетикалық талғам қалыптастыру, ұлттық қолөнер дамыту, сан мен байланыстарды байланыстыра отырып үйрету. Негізгі міндеттері дәстүрлі тоқыма өнері, Қазақстан дәстүрлі тоқыма өнерін таныстыру және де ұлттық ою өрнек түрлерін үйрету. Этникалық стиль ерекшеліктерін түсіндіру, тоқыма бұйымдарын жасау дағдыларын қалыптастыру. Негізгі міндеттері. Және де оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту.
Бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманда этникалық стиль, сән индустриясында кеңінен қолданылып келеді. Ұлттық мәдени мұраны сақтап, оның заманауи дизайнмен ұштастыру маңызды. Бұл бағдарлама оқушыларға ұлттық құндылықтарды сақтау мен шығармашылық өрнектеу арасындағы теңсіздікті табуға көмектеседі. Ою-өрнек түрлері ұлттық ою-өрнек түрлерін ажыратады, стиль ерекшеліктеріне қарай этникалық стиль ерекшеліктерін түсінеді. Түс үйлесімділігі, түс пен композицияның үйлесімділігін қолдана алады. Күтілетін нәтиже бұл әрине. Тоқыма бұйымдары шағын тоқыма бұйымдарын жасайды. Шығармашылық жобаны қорғауды үйренеді. Бағдарламаның негізгі бөлімдері қазақтың ұлттық тоқыма өнері 6 сағаттан тұрады. Тоқыма өнерінің тарихы, ұлттық ою-өрнек түрлері, ою-өрнектің мағынасы, этникалық стиль және заманауи сән. Бұл 8 сағаттан тұрады. Этникалық стиль ұғымы заманауи сәндегі ұлттық элементтер. Түс үйлесімділігі композиция негіздері. Тоқыма техникасының негіздері 10 сағаттан тұрады. Қарапайым тоқу әдістері, жіп түрлері, қауіпсіздік ережелері, практикалық жұмыстар. Шығармашылық жоба 10 сағаттан. Бұның жобаны жоспарлау, эскиз дайындау, бұйымды тоқу, жобаны қорғау. Оқыту әдістері, түсіндіру және көрсету. Теориялық материалдарды түсіндіру, практикалық көрсету арқылы оқыту. Ал екінші шығармашылық тапсырмалар оқушыларға өз идеяларын жүзеге асыруына мүмкіндік беретін тапсырмалар. Топтық жұмыс дегеніміз бірлесе жұмыс істеу, дағдыларын дамыту, өзара ынтымақтастықты қалыптастыру. Жобалау әдісі толық циклді шығармашылық жобалар арқылы практикалық тәжірибе алу. Бағдарламаның пайдасы мәдени мұра. Ұлттық қолөнерді сақтау және жалғастыру. Шығармашылық қабілетін дамуы, практика қолмен жұмыс істеу дағдылары. Мына жерде ұлттық этникалық дизайнерлік стильді осы тоқыма арқылы көрсете білу. Яғни алдарыңызда көріп тұрған суреттерге қарай балалар өз дизайнын үйлестіреді, ұйымдастырады. Қорытынды келе, бағдарлама ұлттық қолөнерді заманауи дизайнмен ұштастыра отырып, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады. Оқушылар еңбекті баулиды, ұлттық мәдениетке құрмет сезімін қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Енді мен бастай берейін ба? Иә, апай, жалғастыра беріңіз. Көрініп тұр ма слайд? Жоқ, пока көрініп тұрған жоқ. Жоқ, апай, көрінбей тұр. Енді не істеймін онда, қалай? Поделиться дегенді басып, демонстрация экрана дегенді бастыңыз ба? Аха, енді шықты, енді. Аха, енді екірез басыңыз экраныңызға. Аха, болды, шықты. Енді бастай берейін, е? Аха. Сәлематсыздар ма? Менің аты жөнім Алмасхан. Нұргүл, Алматы облысы Іле ауданы 39 гимназияның көркем еңбек пәні мұғалімі. 34 жыл стажым бар. Әдістемелік құралдың тақырыбы көркем еңбек сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. 8-ші сынып. Кіріспе. Көркем еңбек сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту. 8-ші сынып тақырыбындағы әдістемелік құрал оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға, оларды көркем өнердің әртүрлі салаларын таныстыруға және әрбір оқушының жеке қызығушылығын ескере отырып шығармашылықпен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Көркем еңбек пәні оқушылардың шығармашылық, эстетикалық және практикалық қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бұл әдістемелік құрал 8-ші сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілді ұсынады. Мақсаты
Оқушыларға көркем еңбек пәнінде шығармашылық жобалар арқылы өз идеяларын жүзеге асыруға, эстетикалық талғамын дамытуға, практикалық және шығармашылық дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасау. Ұлттық мәдениет пен өнерге қызығушылықты қалыптастыру. Міндеттері: оқушылардың қиялын дамыту, шығармашылық тапсырмалар арқылы өзіндік жұмыс жасауға үйрету, ою-өрнек, сәндік қолданбалы өнер элементтерін меңгерту, жобалық жұмыс арқылы оқушылардың жауапкершілік, ұйымдастырушылық, өзара қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, эстетикалық көзқарастарды және көркем шығармаларды дамыту, көркем еңбек пәні бойынша білімдерін шығармашылық түрде қолдануға үйрету. Әдістемелік құралдың құрылымы: кіріспе бөлім, теориялық негіздер, практикалық тапсырмалар, қысқа мерзімді жоспарлар, бағалау және рефлексия. Шығармашылық жобалар әдісінің артықшылықтары: оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Оқушылар өз идеяларын нақты жүзеге асыра отырып, шығармашылық ойлау мен шеберлігін жетілдіреді. Әртүрлі өнер түрлерін меңгеру. Көркем еңбек пәні арқылы оқушылар бейнелеу өнер, сәндік қолданбалы өнер, музыкалық және театрлық өнерге деген қызығушылықтарын арттырады. Жеке тұлғаның қалыптасуы. Жоба жасау барысында оқушылар өздерін көрсетіп, өз жұмысына жауапкершілікпен қарайды. Жұмыс дағдыларын дамыту. Бұл әдіс оқушыны уақытты дұрыс бөлуге, ұқыптылыққа, өзіндік жұмыс жасауға үйретеді. Ұжымда жұмыс істеу дағдылары. Топтық жобалар барысында оқушылар бір-бірімен үйлесімді жұмыс істеуді, пікір алмасуды және идея қорытуды үйренеді. Шығармашылық жобалар әдісінің қолданылатын әдіс тәсілдер: жобалық жұмыс, шығармашылық тапсырмалар, топтық жұмыс, зерттеу әдісі, практикалық жұмыс. Сабақтағы шығармашылық жұмыстар 8 сыныптарға оқушылар күрделі жобалар орындауға қабілетті болады. Бағдарламада сәндік қолданбалы өнер, дизайн, заманауи технология элементтері қамтылды. Негізгі бағыттар: ұлттық қолөнер, ою-өрнек жасау, заманауи дизайн жобаларын әзірлеу, материалдармен жұмыс, макет жасау, жоба қорғау. Шығармашылық дамыту әдіс тәсілдері. Жобалау әдісі оқушылардың белгілі бір мәселені зерттеу өнімін әзірлейді, миға шабуыл идеяларды еркін ұсынады. Дизайн ойлау технологиясы, саралап оқыту, STEM элементтерін қолдану, әр сабақта проблемалық сұрақ, зерттеу кезеңі, эскиз жасау, орындау, қорғау кезеңі болып ұсынылады. Күтілетін нәтижелер: оқушылардың шығармашылық қабілеті дамиды, эстетикалық талғам қалыптасады, өнерге деген қызығушылық артады, практикалық дағдылар жетілдіріледі. Қорытынды: бұл әдістемелік құрал көркем еңбек сабағын тиімді ұйымдастыруға, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға және олардың өнерге деген қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ оқушыларды өзіндік пікір айтуға, топтық жұмыстарда қатысуға, өзіндік жеке туындысын жасауға ынталандырады. Оқушылар үшін көркем еңбек пәні тек білім емес, сонымен қатар өмірдің маңызды бөлігіне айналады. Өйткені олар өнер арқылы өздерін таниды және шығармашылық әлеуетін ашады. Шығармашылық жобалар әдісі оқушыларды өздеріне сенімді болуға, еңбекқорлыққа және жауапкершілікке тәрбиелеуге бағытталуы тиіс. Аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Мен мына слайдымды, басқа слайдты ашып аттым, жаңағым емес. Құштар мырза, сіз Серік Құштар жалғастыра берсеңіз, 29-шы мек. Жақсы.
Дауыс естіліп тұр ма? Иә, иә, Саламатсыздар ма, әріптестер? Слайд көрініп тұр ма экранда сіздерден? көрініп тұр. Аха, жақсы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мендегі әдістемелік құралдың тақырыбы жасанды интеллект арқылы музыка жазу және аранжировка жасау. Жалпы музыка пәніне 6-шы сыныптарға арналған әдістемелік құрал. Жасанды интеллект музыкалық шығармалардың жаңа кезең болып табылады. Қазіргі кезде білім беру жүйесінде цифрландыру үдерісінің жаңа сатысына көтерілуде. Жасанды интеллект технологиялары арқылы музыкада композициялар жасау, дыбыс өңдеу одан да жеңілдей түскені барлығымызға аян. Негізгі мақсаты оқушылардың композициялық ойлауын дамыту және цифрлық дамуын жеделдету. Жасанды интеллект қолданудың педагогикалық мүмкіндіктері. Біріншіден, шығармашылық белсенділік, екінші, жеке және топтық жобалар, үшінші, пәнаралық байланыстары, төртінші, зерттеушілік дағдылары, бесінші, өзіндік бағалау. Негізгі қағидаттары. Технологиялар шығармашылықты қолдайтын құрал. Оқушы ол белсенді автор болып табылады. Және де жасанды интеллектті қолдану арқылы дәстүрлі музыкалық білім беруді ұмытпай, екеуін ұштастырып, жаңағы оқушының шығармашылық белсенділігін арттырады. Осы әдістемелік құралда негізінен 5 әдіс тәсілдер қолдануды ұсынамын. Бірінші, промпт композицион, яғни мәтіндік сұраныстар арқылы әуен шығару. Музыкалық терминологиялар қолдану арқылы музыкалық ойды сөзбен дәл жеткізу қабілетін дамыту. Екінші әдіс тәсіл гибрид аранжемент, яғни гибридті аранжировка. Гибридті аранжировка дегеніміз дәстүрлі халық әндерін немесе классикалық шығармаларды заманауи стильде трансформациялап жасап үйрену. Үшінші әдіс тәсіл АИ композицион, яғни жиі құралмен авторлық өзінің жеке әуендерін құрастыру. Оқушы, яғни өзінің жеке авторлық шығармаларын жасайтын болады. Аранжировка жасау кезеңдері, яғни музыкалық материалды талдаудан басталады, стильдік бағыттарын анықтайды, және инструментовка, яғни аспаптар, қандай аспаптар тобын қосу туралы өзінің ойын нақтылайды, және динамикалық дыбыстардың фактураларына мән береді. Осы әдіс тәсілдерді қолданып, өзінің жобалық жұмыстарын жасайды. Жобалық жұмыстарда сіздерге мысалға жасанды интеллект көмегімен авторлық музыкалық шығарма дайындау. Бұл жерде оқушы өз идеясын анықтайды, музыканы генерациялап жасап көрсетеді, аранжировка және өңдеуді ұсынады, соңында презентация және қорғау бөлімі қалады. Бізде айта кететіні Суно Айва, BandLab, Soundrab деген қосымша жасанды интеллект қосымша арқылы өзінің жұмыстарын нақты көрсете алатын болады. Енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, музыкалық есту қабілетін дамыту, композициялық ойлаудың қалыптасуы, цифрлық музыкалық сауаттылық, дербестікті нығайту, эстетикалық талғам, рефлексия жасау қабілеті артады. Қорытындылай келсек, жасанды интеллект арқылы музыка жазу және аранжировка жасау заманауи білім беру кеңістігіндегі музыкалық білім берудің жаңа кезеңін айқындайтын инновациялық әрі перспективалық бағыт болып табылады. Жалпы осы әдістемелік құралда 5 негізгі әдіс тәсіл қолданылды.
осы әдіс тәсілдер 100% шығармашылық оқушының қабілетін арттыра түсуіне мен өз ойым 100%-ға жетеді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.